мне кажется, при текущей игре, которая есть у Хайрата и у нашей команды, я думаю, что мы выиграем. Ассаламу алейкум, достар. Мәке спорт YouTube арнасына қош келдіңіздер. Қазақстан премьер-лигасы аясында 13 тур ойыны Ордабасы Жетісуды қабылдайды. Бүгінгі ойында да солдаут күтілуде. Ендеше сізбен бірге осы ойынды тамашалайтын боламыз. Кеттік, достар. Енді Ордабасы қазір көпшіліктің назарында ғой. Әр матчта керемет шоу жасап жатыр. Анау лық толы осы стадион жинап жатыр. Енді менің де қызығушылығым ауып, осыған дейін матчтарға келе алмап ем. Бүгін арнайы келіп көрейін деп, осы атмосфераны сезінейін деп. Енді ойынның өзіне қатысты Ордабасы фаворит. Оған дейін ойнады ғой жақында. Жетісу екеуі жеңіске жетті. Қалай болғанда да бір жақсы ойын болады. Ең бастысы жақсы бір эмоцияға толы, жақсы бір атмосфера болады деп ойлаймын. Аяқ алысы өте жақсы, және Ордабасы клубы қазір жалпы Қазақстан футболында қалай жұмыс жасау керек, қалай жүйені қою керек, қалай дамыту керек деген сұрақтардың жауаптарын көрсетіп жатыр. Көп командаларға үлгі болып жатыр деп ойлаймын. Және басқа командаларда енді осы бағытта жұмыс жасаса, жалпы қазақ футболы дамиды. Тек қана енді кім мықты сол жеңіс деймін, кім мықты сол жеңсін, ең басы әділ өтсін. Төрешілер де көріп жатыр ғой. Ешқандай проблемасыз жақсы матч болады деп сондай үмітпен келдім. Жетісу ойында тек қана жанкүйерлер футбол көруге емес, мінекей палау жеп, шашлик жеп кетсе де болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай 4 қазан ұлттық тағамдары палау дайындап жұрттарға өз өнімін. Баке, бүгінгі ойыннан не күтесіз? Номер 45. Не знаю даже. Что-то нету никаких ощущений вообще. Но победа будет однозначно. Алдағы келесі үйдегі ойын Қайратқа қарсы. Қайрат командасының бір ерекше, бір өзгеше дайындық бар ма? Алекса! Я не могу закрыть. Әрі жалғастырамыз. Да, я думаю, что самое главное, чтобы у нас выздоровел Абагна к матчу с Хайратом и восстановился быстрее Эвертон. По плану они должны вернуться 28 числа. И мне кажется, при текущей игре, которая есть у Хайрата и у нашей команды, я думаю, что мы выиграем. Мартин оған дейін оралады ғой. Мартин оған дейін оралады ғой. Мартина в понедельник федерация вернется. Понедельник апелляция бересіздер ғой, а? Уже дали апелляцию. В понедельник нам сказали, что на Хайрате он будет. На 2 матча. Брат, ничего не слышу. Рахмет, Рахмет, всегда смотрим. Все, Рахмет, брат. Бәріне сәлем, достар. Сонымен Ордабасы Жетісу ойыны басталды. Жетісу командасында қолдап келген арнайы жанкүйерлер бар екен. Жетісу бүгін қолдаусыз қалмайды. Ал Ордабасы жанкүйерлері бүгін шамамен стадионның бір 85-90%-ын толтырып тұрған жайы бар. Әлі де адамдар келіп жатыр. Стадион бүгін толады деген сенім бар. Қауіпті! Бапкерлік құрамы. Мартин алаң жидесен емес.
алаңнан ойынды тамашалап жатқан жайы бар. Тұр қазір Нұрбол Ануарбеков секілді бойшаң жігіттер бар. Баспен соғатын, бірақ ешкім табылмады. Команданың қақпашысы бойы жетпейтін еді. Қайтарды және соққы! Дінмұхамед Қашкен! Өкінішке орай ойынның 37 минутында Ордабасы командасы Жетісуға гол жіберіп алды. Есеп 0-1. Концерт көріп болсаңыздар, енді екінші таймды бастаймыз. Ордабасы Жетісу ойынның екінші таймның бастауына санаулы сәттер қалды. Мінекей Ордабасы командасын әнұранын қойып, жанкүйерлерді бір тағы да желпіндіріп жатқан жағдайымыз бар. Ордабасы командасын 2015 жылдан бері қарай жанкүйері Әділ Ескене бауырымыз бүгінгі ойыннан бастап Ордабасы командасы қатарынан 4 рет жеңсе, шашымды алам. Осы бүгінгі ойыннан басталды. Дәл қазіргі сәттен басталғаннан Ордабасы 4 ойын жеңсең болды. Тек қана 4 ойын. Шашымды алам. Тақырбас күйімде мені көресіздер. Енді бүгінгі ойынның бір тайым өтіп кетті, қалай болады? Бір тайым өтіп кетсе, келесі ойын тағы да бір тайымға күтеміз. 14.195 жанкүйер жиналған бүгінгі ойынға. Шамамен стадион сыйымдылығының 90%-ын қамтыған. Осылай достар. 5 ойын қатарынан солдаут болып еді. Бүгінгі ойында кішкене адам жетпей қалған жайы бар. Жетісу қорғаушысы Қашкен. Бұл енді футболдың бір құйтырқы әрекеті. Уақыт созып жатыр. Команда капитаны, Ордабасы командасының капитаны Сергей Малыйдың өзі қорғаныстан келіп, әнесіне бұлай істемеу керек екенін түсіндірген сияқты. Возле мяча, но наверняка будет исполнять Эльхан. Так и есть подача на границу вратарской. Гол! Сравнивает счет Ордабасы и делает это капитан команды Сергей Малый. Гол! Команда капитаны Сергей Малый таразы басын теңестірген жайы бар дәл қазіргі сәтте. Сергей Малый. Топтан Пакулка. Пакулка әліде. Әттеген. Әмірде жақсы мүмкіндік болды беді. Ойынға 6 минут уақыт қосылды. Төреші дәл қазір 6 минут уақыт қосқанын хабарлады. Ордабасы командасы қазір тайлы тұяғымен шабуылдап жатыр. Шабуылға шабуыл қосып, бүкіл команда болып, Малыйдың өзі шабуылда жүрген жайы бар. Иә, 11 метрлік айыптау расталды. Осылайша Ордабасы командасы Қалматов топты тебейін деп тұр. Төреші де осы маңда. Гол! Мұратжан! 11 метрлік айыптауын сәтті орындаған Мұратжан Қалматов Ордабасы командасын алға алып шықты. 90 минут түгесіліп қалған, қосымша төреші қосқан минуттар ойнап жатқан бір еске сала кеткен жөн. Есеп әзірге 2-1. Ордабасы командасы кезекті 3 пайына қол жеткізді. Камбек жасады. Мінез көрсетіп, екінші таймда Сергей Малый мен Мұратжан Қалматовтың соққан 2 голы Ордабасыға 3 пай алып келген жайы бар. Ордабасы командасы екінші орында қала береді. Қайраттың артынан қуалап келе жатырмыз. Баке, лучше Баке! Құттықтайым. Баке, құттықтайым.
болды. Жеңісті тойлау кезекті. Бүгінгі жеңісті Малый, Сергей! Бүгінгі жеңіс бір ауыр жеңіс болды ма, қалай? Иә, өте, қалай айтсам болады, өте ауыр болды. Уже үйде екінші рет осында ойын болып жатыр, өте валидольный. Енді негізі жеңу керек еді, білмеймін, бірінші таймда ойын жүрмеді. Екінде молодцы, жігіттерге рахмет, до конца ойнады. Енді пенальти болды, енді пенальти таза болды деп есептеймін, болмаса да гол болды ғой. Сол үшін жеңісті заслужили. Жақсы, рахмет. Бұндай ойыннан кейін кішкене эмоцияға беріліп бірдеңе айтып қоймайын деп тұрмын. Бірақ біздің Қазақстан футболына біраз өзгерістер керек деп ойлаймын. Мына қара киген жігіттер туралы айтайын дегенім ғой сол. Мен өз жігіттеріме ризамын. Қолынан келгенше бәрін істеп ойнады. Мүмкін екінші таймда кішкене төменірек отырып қалдық па, өзімізден де кішкене қателіктер болды енді әрине. Жұмыс көп әлі, бірақ басқа да бір қателіктер, сондай жігіттердің еңбегі, жігіттердің жаңағы тері, сол жағынан кішкене жүрекке тиеді, сондай нәрселер. Солардың көңіл күйін көріп ойыннан кейін ары қарай қалай болады екен, біздің футбол ары қарай өсе ме екен, көтерілеміз бе екен деген кішкене күмән түседі, сондайды көргеннен кейін. Енді ойын, алдыда ойындар көп. Ордабасыда сәттілік тілеймін. Алдағы ойындарда алына қойған мақсаттарына жете берсін. Бізге жұмыс істеу керек, бізге тағы да қосу керек онда. Жеңіс құтты болсын. Өте қиын жеңіс болды, маңызды ұшпай. Мынау енді алда келе жатқан қиын ойындар бар, осы мамыр айындағы. Сол мынау реализация бойынша бір жұмыс жасала ма? Бүгінгі реализация өте слабый. Во-первых, на тренировках очень много мы уделяем внимание реализации. Очень много уделяем внимания. Но это еще зависит от качества игрока и от качества и от соперника, во-первых. Команда очень сейчас, я вам скажу, в чемпионате Казахстана сейчас, не знаю, смотрите, каждый может отобрать очки у каждого сейчас. Чемпионат очень ровный. Очень тяжело раскрывать оборону, когда команда сядет 5-4-1, и тебе надо раскрывать. Здесь уже выходит индивидуальное качество игроками. Очень. На данный момент, да, у нас есть игра, спасибо Богу, есть игра, есть. Надо усиляться еще, я думаю, что чуть надо искать